Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанна. Бүгін сіздермен баклажан мен ыстық салат жасайтын боламыз. Оған бізге керекті заттар: 2 дана баклажан, помидор, кинза, крахмал. Баклажанды алдын ала осылай ашып алам. Қабығын ашып қойдым. Осылайынан турап аламыз. Үлкендеу ғып. Осылай. Мынандай салапанға саламыз баклажанымызды. Дәміне қарай тұз саламыз. Және кукурузный крахмал. Неге пакетке салдым? Себебі осы пакетте жақсы араласатын болады. Егер жақсы араласа, баклажанымыз жақсы қытырлап шығатын болады. Көп мөлшерде саламыз. Алдын болып, осылайынан араластырамыз. Қызып тұрған оттағы майға баклажанымызды саламыз. Суы шығып кетпес үшін сразу салу керек болады. Баклажанның нелері, корочкалары сарғайғанша осылайынан қуырып аламыз. Енді баклажанымыз қуырылып жатқанда біз қызанақты жақсылап турап аламыз. Осылай үлкендеу тұра бересіздер. Бұл бізде ыстық салат. Өте тез дайын болады. Кинза. Міндетті түрде кинза. Петрушка болмайды. Кинзаның дәмімен ерекшелеу болып салатын болады. Мінекей біздің баклажанымыз дайын болды. Осындай хрустящий, осындай дауыс шығуы. Міндетті қағазымызға салып алсақ болады. Сонда майын сіңіреді. Помидорны саламыз, және кинзаны саламыз. Енді мұндай кисло-сладкий өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша соус болады. Соны салсаңыздар. Кисло-сладкий соуспен осылайынан жақсылап араластырып шығамыз. Бұл салатты ыстықтай берген жақсы болады. Неке біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайын болатын салат және өте дәмді. Дайын болды. Достар, салат ұнап жатса, менің каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаға басып және де комментарий қалдыра кетіңіздер. Көп рахмет, сау саламатты болыңыздар. Келесі кездескенше.